Көлдің үстіне қараңыздар. Қандай жауын жауып жатқанын көре аласыздар. Бірден айт, Ереке. Сылқылдадың, суға тойдың. Айтпа, Алланың нұры жауып жатыр. Алла нұр жауа берсін әрқашанда екеумізге. Мен Ереке айтып келе тұрмын, мынандай жаңбырдың астында қалғанына бала күнімнен бастап қалған қалмағаншылар бір келеді. Иә. Қызыл тудың жаңбыры қатты жаушы еді. Мына жақтың жаңбыры сеуіп жауады екен, ақырындап. Жаңбырдың астында қалып, мал бағып жүріп, одан кейін білмеймін, жаңбырдың астында қалып. Күн күркірегенде қорыққаннан жерге жата қалатын ба? Найзағай түседі деп па? Найзағай түссе биікке түседі деп тастан төмен жатушы едік қой, тастан төмен. Қорыққаннан. Баға шіркін. Есікке түспей жатыр біраз нәрсе. Бұндай жаңбырдың астында қалмаппыз. Рая переживает, наверное. Біз как... Ереке екеумізге жауып тұрған нұры деп санайық. Иә, бұна сәуірдің жаңбыры бойдағы бүгін бойымызға жинаған жаманшылықтың бәрін алып кетеді. Бұл суды ішуге болады, қасиетті су, ем болады. Сондықтан бұл да бір Алланың бізге берген рахматы деп қабылдау керек. Үстіміздің бәрі су. Сонда да шаршамай жүріп келе жатырмыз. Бұрын айтып еді ғой, тәуір болмайды деп. Иә. Сәуірдің ақырғы күндері ғой, бүгін 27-сі ме? 27-сі. 27-сі. Жоқ, табас.